Сәлеметсіздер ме, оқушылар, балалар? Бүгін біз 166 сабақты өтетін боламыз. Бұл 3-ші сынып бекіту. Қыры Конституция күні. Бірінші тапсырма. Бірінші өрнектің мәнін тауып, Конституция және тараудан екінші өрнектің мәнін тауып, неше баптан тұратынын анықта дейді. Бүгінгі күн бізде 19 мамыр, бірақ балалар, бұл бізде ертеңгі сабақ болады. Мен қазір 19 мамырда түсіріп жатырмын. Сондықтан сіздер 20 мамыр деп жазасыздар. Жақша ашылған 758, азайту 659, жақша жабылған азайту 720 бөлу 8. Бірінші бізде азайту орындайды, оны білеміз, сосын бөлу орындаймыз, сосын азайтуды орындаймыз. Тең 9 болады екен, бұл қаншалы тараудан? 9 тараудан екен. 327 көбейту 3, азайту жақша ашылған 639, қосу 244. Жақша тең. Балалар, жақшада бірінші қосу болса, қосу көбейту бөлуден кейін ғой, я? Азайтудан кейін, өйткені бұл жерде жақшаның ішін орындаймыз. Сіздер білесіз, сондықтан бірінші жақшада ішін орындаймыз, сосын көбейтуді, сосын азайтуды орындаймыз. Жауабы баптан 98. Ал енді екінші тапсырмада амалдарды орында, әрбір өрнекті мәнімен сәйкестендірсем, бұл сағаттардың әлемнің қай қаласында орналасқанын анықтай аласың дейді. Екінші тапсырмада осылай жазамыз, балалар. Түсінікті ме? Осылай дәптерге жазып, көшіріп алыңыздар. Үшінші тапсырмада астына көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. Ал әсін айтайын, сағаттардың уақытын анықта дейді. Оқушылар, міне есептерді көрсеттім. Сағат бізде ауызша болған. Сол ауызшаны мұғалімдермен бірге өздеріңіз WhatsApp-тарға айтсаңыздар болады. Міне балалар, 4-ші тапсырма есепті шығар. Жолға кететін уақыттың 3/1 бөлігі 36 сағатты барлық жолға кеткеннің уақытын тап дейді. Кері есеп қосып, оны шығарамыз. Оқушылар, мен 4-ші тапсырманы сізге үйге беремін. Және 4-ші тапсырма оп-оңай екен. 4-ші тапсырмада біз осылай есептерді шығарып үйренгеніңіз қажет. 5-ші тапсырмаға. 5-ші тапсырмада кесте бойынша есептер, өрнектер қырсыр, олардың мәнін тап дейді. Міне оқушылар, 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманы орындап алыңыздар. Ал бізде 6-шы, 7-ші және 4-ші тапсырма үй тапсырмасы. Бүгінгі назарларыңызға рахмет, көп сау болыңыздар.